баяғыда бір өте бай қария кісі өмір сүріпті. 7 атадан бері бұлай ақсүйек болған екен. Күндердің күнінде көңілі түсіп, жай мазалана бастапты. Оны келіні байқап, атасына келіп, атау сізден бір нәрсе сұрасам бола ма? Деп рұқсат сұрапты. Сонда атасы: айналайын қарағым-ау, сұрай ғой депті. Келіні: атау, 7 күн болды мазаңыз күннен күнге қашып бара жатыр. Осы мазасыздығыңызға не себеп болып жатыр деп сұрапты. Сонда атасы: айналайын қарағым-ау, сен де менің балаларымның бірісің ғой. Саған айтсам айтайын деп келініне айтыпты. Маған осы 7 күннен бері бір періште келіп, осы сенің әулетіңе 7 атадан беріліп келе жатқан береке байлық басқа бір әулетке беремін деп айтып жатыр депті. Мен күнде ертең деп рұқсат бермей жатырмын. Бірақ мен ертең рұқсат берсем де, бермесем де басқа әулетке беремін деп айтты дейді. Егер ол басқа әулетке кетіп қалса, біз кедей боламыз. Әп-сәтте сол үшін уайымдап мазасыз болып отырмын депті. Сонда келіні тыңдап тұрып: атау, бар болғаны осы-ақ па уайымдап отырғаныңыз депті. Сонда атасы: иә, осы деген екен. Келіні: егер осы болса, онда ертең келетін періштеге айтыңыз: ата, байлықты алсаң ала бер, бірақ пейілімді алма деп айтыңыз депті. Ертесіне періште келсе, ата айтыпты: мейлі не істесең істей бер, алсаң ала бер, есік ашық, бірақ та пейілімізді алма деп айтыпты. Сонда періште 2 қолын көтеріп, жауабына тәнті болып, сенің әулетіңе тағы да 7 ұрпақ байлық береке беріледі деп сол әулетке сіңіп кетіпті.